Сонымен кенеттен енді кішкене әйелімді сағынып үйіме келіп едім. Кухняда әйелімнің халатында енем тұр екен, ыдыс аяқ жуу. Мен оны қайдан білейін? Мен енді менің әйелім екен деп, как ты крошка деп көтеніне шапалақпен ұрсам, сөйтсем енем екен. Сонда кішкене сәл келіспеушіліктер болып еді, иә. Енеңіз сол кезде сізге қарсылық білдірмеген дейді, сол рас па? Енді бұл жерде мен тазасын айтайын. 19 февральдың сағат 7:30-дарға тамасы ғой. Енемде енді кішкене өзі аздап ұртайтыны бар еді өзі. Кешке жақын өзі бір вино ішетіні бар еді. Оның үстіне менің қайнатам күйеуі қайтыс болып кеткен ғой. Енем жалғыз өзі ғой. Одан енді кішкене енемді кішкене аздап ұрттағаны бар. Мен енді көбінесе енем айтатын, сен мен күйеуіме ұқсайсың деп, мен өзін ұнататын негізі. Күйеуіне ұқсаймын, қайнаған топырағымнан, иә. Содан не керек енді жаңағы енемде әйтеуір, ай күйеу бала ақыр ұрдың деп қалды ма бір нәрсе, енді ақыры есімде жоқ ағай, расымен. Мен өзім кішкене ұрттағаным бар еді. Олай болатын болса, енесі ортада, енесіне сөз кезегін берейік. Қазір аға. Сенен басқа айналайын. Алмастың енесін қошеметпен ортаға шақырайық. Жаңағыдай музыка бірдеңке ойнап тұрмай ма мен келе жатқанда? Ай, кешіріңіздер. Енесі енді келді. Ай, енесі болмайды дейді. Осы не деп айтады? Сәл кішке лицосы бар ене еді ғой, мені көрсетпеші деп тұр ғой. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жасып, мен сізді көріп тұрамын өзім. Алмас сізге қалай өз махаббатын сезіндірді? Алмас өзі Инесса екеуі үйленген кезде өзі сол махаббаттарын сезіндіріп жүретін. Сіз мен бұрынғы қызыма ұқсайсыз, сіз мен бұрынғы қызыма ұқсайсыз деп. Сонымен арада енді қанша жылдар өтті ғой. Қызымның күйеуі бұнда желаниясы жоқ шығар деп жүрсем маған. Жоқ, әпке, сіз бұл жерде мыңдаған адамның эфирдің алдында үйтіп алдамай ашығын айтсаңызшы. Сіз өзіңіз представлять еттіңіз ғой маған. Мен былай қарасаңыз күйеу балаңыз емеспін бе? Осындай кезде бет жартатын болып тұр. Алдаған сенбесеңіздер сіздерде кім еді мына қыздың аты? Динаға. Аға, осы жерді кішкене айналдырып жібересің сияқтымыз. Алдыға айналдырып жіберейік. Бүгін енесінің импровизациясы өшіп тұр, аға. Тамады тынбай жанардан жасым, шарадай болды, шақшадай басым. Алмас Қазақстан